Қонақ келеді дегеннен жасауға болатын өте дәмді екі түрлі пирогты жасап көрсететін боламын. Дастарханды өте әдемі ашады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен сметаникті жасаймыз. Ол үшін құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнға үстіне разрыхлитель қосып, үстіне шекерін қосып және де ванилин қосып араластырып аламыз. Кейіннен бөлме температурасында тұрған сары майды, пайызы негізі маңызды емес, 72,5 немесе 82,5 сары майды ала берсеңіздер де болады. Екеуін араластырып жақсылап крошка дайындап алатын боламыз. Мен видеода көрсеттім. Міне біздің крошкамыз дайын. Енді үстіне жұмыртқаны жарамыз. Барлық заттың мөлшерін мен описанияға қалдырамын. Сондықтан міндетті түрде описанияны қарап шығыңыздар. Бір жұмыртқа салып осындай қамыр илейміз. Қамырды морозильникке сала тұрамыз. Ол уақытта салмасын дайындап алатын боламыз. Салмасына кәдімгі қаймақтың проценті 20%. Менде сіздер әртүрлі процент алсаңыздар болады. Негізі қоюлау алған жақсы. Қаймаққа шекерді, жұмыртқаны салып венчикпен араластырамыз. Негізі блендермен араластырып атады. Үстіне крахмалды қосып жіберу керек. Блендермен араластырудың қажеті жоқ. Тек қана венчикпен шекерін сәл ерігенше араластырсаңыздар болды. Енді біздің салмамыз да дайын. Қамырымызды алып қалыпқа демлеп жайғастырып шығамыз. Негізі әртүрлі қалыпты жасасаңыздар болады. Менде мына жерде 24 сантиметрлік қалыпқа жақсылап жайып алып, бортиктерін шығарып, үстіне құямыз да қызып тұрған печкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Піскеннен кейін қыздар міндетті түрде суытып, суығаннан кейін барып қалыптан шешіп алып, 1-2 сағатқа холодильникке қойып қойсаңыздар, немесе салқын жерге қойсаңыздар, ішіндегі сметанасы әдемі қатып, әдемі пирог болады. Енді сникерс пирогын жасайық. Ол үшін бізге електен өткізілген ұнға сахарный пудра саламыз. Негізі сахарный пудра салсаңыз, қамырыңыз өте песочный, әдемі нежный дәм шығып тұрады. Үстіне какао және де разрыхлительдік және де кішкене ванилин салып жіберіп араластырып аламыз. Және де бөлме температурасына тұрған сары майды салып, сары майдың проценті маңызды емес, қолмен жақсылап қамыр крошка жасап алатын боламыз. Бұл жағдайда да песочный қамырға енді үстіне жұмыртқасын саламыз. Жұмыртқа, бұл жерде 2 жұмыртқа қажет болады. Қыздар, жұмыртқа салып кішкене қаймақ саламыз қамырына. Қаймақты негізі қыздар проценті маңызды емес, қолмен әдемілеп қамыр илейтін боламыз. Баста бірікпейтін болып көрінуі мүмкін, қорықпаңыздар, бірігіп әдемі қамыр болады. Бұны да салмасы дайын болғанша морозильникке қоя тұрамыз қыздар. Салмасы өте оңай бұл пирогтың қыздар. Вареный сгущенканы деповский немесе қою жақсысын алу керек, майы көп емесін. Үстіне кәдімгі арахисті салатын боламыз. Арахисті кішкене майдалап жіберіп салсаңыздар да жақсы. Жеген кезде әдемі болады. Екеуін жақсылап араластырсақ болды, салмасы дайын. Мен осындай 24 сантиметрлікке жасайтын боламын. Бірінші қамырдан кішкене алып қоямыз, бетін сәндеуге, ал қалғанын жақсылап жайып шығамыз. Оқтаумен жайып кейін барып қойсаңыздар да болады. Ең бастысы барлық жері бірдей болу керек қыздар. Енді дәл осы жерде ортасына салмасын әдемілеп саламыз. Бірінші қыздар, негізі қамырының барлығын қойып, бетіне піскеннен кейін тек салмасымен ғана пісіріп, украшение жасамай, піскеннен кейін шоколад құюға да болады, ал мына әдіспен жасасаңыздар да болады. Енді бетіне алып қалған қамырымызды жайып, әдемілеп әртүрлі узормен сәндеп шықсаңыздар болады қыздар. Өте оңай пирогтар қыздар, жасалуы. Бірінші мәрте жасап жатсаңыздар да міндетті түрде шығады сіздерде. Сондықтан қонақ келетін кезде әртүрлі желінбейтін печенье сатып алғанша осылай жасап көріңіздер. Қызып тұрған печкада 35-40 минут пісіретін боламыз. Екеуі де дайын қыздар, көріп тұрғандарыңыздай. Кескенде көрсеттім, дәмі де тіл үйретін болады, және де шай ішкенге өте керемет. Тек қонақтарға ғана емес, үйге де жасап көріңіз. Ас болсын.